Мен бүгін тақырыпта бір денсаулық жайлы туралы айтқым келеді, бірақ ұзақтау болады, бірақ нақты айтпаймын, қазақша қылып түсіндіремін да жаймен деп. Менің әкем 67 жасында қайтыс болды. 63-ге дейін пенсияға дейін жетті да, сосын 4 жыл инсульт болды, бір жағы істемей қалды, содан кейін қайтыс болды. Менің әкемнің 5 ағасы 48, 49, 52, 55, 56 жастарында қайтыс болды. 60-ға жеткен жоқ. Менің әкемнің әкесі 63 жасында қайтыс болды. Соның бәрін әкем қайтыс болғаннан кейін 3 жылдан бері ғалымдардың бәрін оқып, бәрін неге олай зерттедім. Бұның алдында да менің әйелім, әкем бар кезде де, жақсы кезде де, әкем бар кезде де менің әйелім бала көтере алмаған. Онда да мен 5 жыл әйелдің органдерін бәрін неге көтере алмады деп доғдырға апарып, неше түрлі платный, онда да тексергенмін, зерттегенмін. Бірақ денсаулық жайында жақсы былай білем, бірақ көп айтқым келмейді, бірақ білетінімді айтайын. Жеңіл түрде, себебі мына тиктокқа сыймайды. Ұсақтап айта алмаймын. Көп ер адамдарда жас келген сайын 50-60-тан кейін қуық безі қабыну басталады, простатит дейді. Ол неге? Жас келген кезде бәрінде болады 60-тан кейін. Кіттай болады, ол білінбейді, менде простатит жоқ дейді, бірақ бар жас. Себебі белден төмен қан айналым азаяды. Азаятта кіттай простатит пайда болады. Одан кейін ол ер адам жас келгеннен кейін дұрыс тамақ ішпейді. Бір жағына кезінде жас кезінде кіттай инфекция болып жатса, сонымен простатит ұлғаяды. Ұлғаятта адам түнде 5-6-7 рет кіші дәретке барады. Сосын адам ұйқысы қанбайды, таң атпай тұрады да, сосын шай ішеді. Шай ішкеннен кейін денсаулығы күшті адам тамақ ішіп, шекер жеп, торт жеп, неше түрлі құрма, мүйіздерді опырып жеп, быстрый углевод дейді. Адамның ұйқысы ашылып 1-2 сағатқа күшті қуат алып, өзін адам алдайды екен. Ұйқысы қанбағаннан ми дейтін дұрыс ұйықтаған жоқ, бірақ анау адамды алдайды екен, ана жаман тамақтар, дұрыс тамақтар. Сөйтіп адам жұмысқа барады да, жұмыстан кейін 1-2 сағаттан кейін қайттан қарын ашады, қайттан тәтті шай, қайттан макарон, 1-2 сағаттан қайттан тамақ ішеді, қайттан шай. Сөйтіп жүрген кезде адамның денесінде гормон бар, инсулин дейтін гормон. Бәрімізде де бар. Сол көтеріліп, бір мемемоль дейтін сынақ бар, ғалымдар есептен. Соған дейін көтеріліп кетеді екен. Сосын ол сақыр түспейді екен, жеті, су қиындау болады екен, сөйт қайттан көтеріледі. Сөйтіп жүргенде бауырға энергия май жинайды. Бауыр толғаннан кейін, инсулин соны кілт сияқты ашып береді әрбір клеткеге. Толғаннан кейін жанға қарай кетеді екен, мына денесіне. Адам толыға бастайды екен, ажарлаған күшті бол. Бірақ ол дұрыс емес. Әуелі бас кезде 10-15 жыл білінбей жүреді. Артынан үстін қыши бастайды, қуық адамның қыши бастайды, қолтық қыши бастайды, үсті жаман иш шыға бастайды. Сөйтіп адам гепатоз бірінші, екінші тип, я артынан құдайсызда цирроз, я сахарный диабеттің екінші түрі болып кетуі мүмкін. Бірінші түрі енді тұқым қуалайды, екінші түр любой адам болады. Бәрімізде бола аламыз, мына жеген тамақтың кесірінен. Сол себепті адамдар өздері ойлайды, мен қазір простатит болдым, ұйықтай алмай жүрмін, түнде 2-3 рет, 4-5 рет ұйқыдан тұрамын дейді да, барады да қымбатқа дәрі алады, емделем деп. Бірақ ол жақсы емделуі мүмкін, бірақ ол уақытша. Себебі мен әкемді кезінде инсульт болған кезде амалым жоқ, доғдыр болып кеттім. Бүкіл ғалымның несіне перчат киіп алып, ұят болса да мен әкем простатитіне массаж істеп беріп, рахаттанып ұйықтайтын еді, соны істеп беремін, 3 күн сайын жуындырам. Үсті себебі сасып кетеді, жаман тамақтың кесірінен, амал жоқ. Адамдар көбісі емдегісі келеді, жақсы дәрі ақша құртады, оның бәрі бекер. Мен сіздерге айтайын. Әуелі ең бірінші тамағыңды ұстау керек. Мына шекер, нан, бәрін алып тастау керек өзің тағамынан. Жалғыз ауырған адам емес, ауырмай тұрған адамға да соны сөйту керек. Жылына 1 рет, ең болмаса ішің тазарту керек. Асқадан шамалы жүдеп, спортпен айналып шамалы. Сосын келесі жыл жайында қайтадан тамақ, адамда шарбағың шашылса, шарбақ жинайсыңдар ғой жыл сайын. Шашылып кетті, қоқыс жинамасаң да қоқыс жатады, шарбақтың бәрі боқ. Сол сияқты адам денесі ішіде. Артынан мен зерттедім, ол неге олай деп. Менің тұқымда сондай толықтық бар екен. Адам тез толығады да, ондай адамдар апасына да не болып кетуі. Любой адамда апасына ғой, жаман тамақ жесеңде. Бірақ адам ауыратын кезде, ең бас кезде бірінші ауырмайды екен, жаман тамақ жеп жүрген кезде әуелі қолдары мұздайды, аяқтарың, табандары мұздай болады. Ол неге? Себебі жаман тамақтар, шекер, картоп, нан, консервный колбаса, нешеуетін жегеннен адамның қаны, тамыр қоюланып бітейді екен, тамырлар. Адамның басында мына шаштың шаштан да ұсақ тамырлар бар, соның бәрі жарылады, давление сияқты, ол білінбейді адамға.
сосын адам инсульт болады, жаңа гепатоздың бәрі нең бар, жаман ауруды тілеп алып құдай сақтасын. Бәнсада сөзін, бәнсаға барып дәрі ішесің, давлениені түсірем деп, ол давление ол әдейі бүйрегіне команда беріп тұр, мына бүйрек бітеліп жатыр, давление жібер, ананы жіберсең, ол давлениені түсіресің, барасың да буының басқа жерінде ауыртасың. Ең бірінші мына тамақты түзетуің керек, әйтпесе ол келмейді, ол болмайды. Тамақты түзетіп, барып күшті болғаннан кейін барып, жаңағы күшті дәріңді, неңді іш, содан кейін жақсы боласың. Ол үшін не істеу керек дейсіздер ғой. Мына TikTokқа айта берсем, симайды. Мен бәрін білем, зерттедім, бірақ келесі роликте бұндай салмайтын шығармын енді. Есіме де түсіргім келмейді әкем негізі. Әрбіреуіңе сабақ болсын деймін. Тәтті, шекерді, тамақты қойған кезде адам өзі автоматически ондарда көзі жұмылып ұйықтайсың. Бәрін бір айдан кейін жылына бір рет тазарасың ғой. Шекер, тәтті тамақ, жаман тамақ тастасаң, өзі автоматически ондарда көзің меланин гормон көтеріп ұйықтайсың. Ұйықтатады сен. А тәтті тамақ жақсы жеп жүрген адам, ол 10-нан кейін 12-ден ұйықтай алмайды. Ұйқы ашып кетеді. Ол автоматически ұйықтайсың, таң атпай тұрасың. Сосын таң атпай тұрғаннан кейін обязательно міндетті түрде су ішіп жіберіңіздер, ысқылтым су шайниктегі. Ысқылтым су ішіп жібергеннен кейін жұмыртқа обязательно, 2 жұмыртқа, сосын неше түрлі орех жеу керек, жаңа грецкий орех, миндальный орех, кеш орехты, сосын шаймен ішу керек, шекердің оны. Сосын гвоздиканы қосып жеп, кішкентай заварка қосып жеп, шайды қою болмай, ақшылдау, сарғыш қылып шай ішу керек, су сияқты қылып. Сүт дегенде тастау керек, порошок сүт. Вообще ол адамның құртатын нәрсе. Содан перлоп, горох, гречка, фасоль жесеңіздер, белок дейтін күшті тамаққа кіттай ет қоссаңыз, укроп, сосын перец, болгарский, брокколи, капуста, ең жақсы тамақтар, алма, апельсиндер жеуге болады, штучныйлап жеу керек, көп жеуге болмайды, фруктоза, глюкоза дейтін көп бауырға бірден барады. Тазарып болғаннан кейін әрбір қалай айтсам, шоколад не жеуге болады, бірақ әрбір тамақ алған кезде углеводты қарау керек. 100 граммда қанша углевод бар, қанша жир бар, соны есептеу керек. Әрбір нәрсе кішкентайлап жеуге болады, кішкентай наны жеуге болады, тыңда алмайды, көмештеп жеуге болмайды. Себебі простатитті ненің бәрін жаңағы шекер, дәм, жақсы жеген тамағыңды құнарландырмайды. Бір жеріңді дізеңді ауыртады. Күшті тамақ жеп жатырмын деп жаман тамақпен аралассаң, сіңбейді саған ол. Түнде де тұрып, дәретке барасың, қайта сесің, ұйқың қанбайды. Ананың бәрін 3-4 ай организмін әркім тазартсаңдар, жақсы боласыңдар. Тамақ жақсы сіңеді, күшті болады. Жаман тамақ, шекер, картоп, углевод жегенің, 100 грамм углеводқа, углевод дейді, жаман тамақтың көбісін шекерді, картопты, нанды, 100 грамм углеводқа 400 грамм су кетеді. Соны организм шаяды. 100 грамм углевод жесең, 400 грамм су дәретпен шығады. Ана шаю керек, организм шай алмайды, сосын адам дәретке көп барады. Без қамны содан кейін пайда болады. Осының бәрін тамақтарын дұрыстасаңдар, ауырма алдын алсаңдар, ешқандай ауру болмайсыңдар. Жыл сайын 3-4 айдан кейін тазарып тұрсаңдар, ешқандай ауру сендерге болмайсыңдар. Мен сендерге айтайын. Бәрі күшті болады. Просто біздер қомағаймыз қазір. Жаман тамақтар бар, түкінде тойған жоқ қой, жей бересің, сағат сайын тәттіге жей бересің, ұра бересің, жұмыстан кофе қой, шай қой, әңгіме айтайық, шай қой. Бәрі ауру боласың адамның бәрі. 3 мезгіл тамақ іш, керек болса 2 мезгіл тамақ іш, қарның ашса, су ішіп тұр, болды. Одан басқа ештеңе керек емес. Өйтіп ұзақта жылдап өмір бойы жүруге де болады. Жүрмесең жыл сайын 2 рет өйстіп диета ұстап тұрсаң, денсаулығың күшті болады. Жүдеп кіттай толық тұрсаң, өте тамаша боласың. Толығып тамақ боқ өзге жей берсең, бір күн простатитта 10 жылдан кейін неше түрлі пайда болады. Одан кейін емдеу қиын болады, бейшара болып доғдырға барады, тұрасың, дәрі ішіп басқа жеріңді құртасыңдар. Мен сендерге айтайын. Мен кезінде әйелімді де 5 жыл емдедім, бүкіл ғалымдармен де, доғдырлармен де сөйлестім. Бәрі тамақтан екен. Мен зерттеп әбден болдым, былай қараса. Енді осы роликтен кейін бұндай видео салғым келмейді, денсаулық жайлы біреулерге пайда болсын деп айтам. Көп болса мына видеоны өшіріп тастармын. Қарап болғаннан кейін. Негізі адамның денсаулығы тамақтан, спортпен міндетті түрде ертеңгісін я кешке де айналысу керек. Тамақты міндетті түрде жатардың алдында 4 сағат бұрын, 5 сағат болсын тіпті жақсы, онда 3 сағат кемейді. Суыңды ішіп, шайың ішіп болуларың керек. Жатарда тамақ ішуге болмайды. Организм ертең басың безіп тұрады ұйқыдан таң атпай. 4-5 сағат ерте тамақ ішіп алып,
ішіп алсаңдар тәттіні бәрін қойып жаман дұрыс тамақ ішсеңдер организм өзі меланин гормон ойнап онда сені автоматически ұйықтатады, көріңдерші, нанбасаңдар денсаулықтарың күшті болады, көздеріңді бәрін көресіңдер. Енді амал жоқ, тәтті тамақтар ішеміз, енді жейміз. Осы деп жыл сайын өстіп тұру керек. Мына ұсақ түйгінеден айта берейін десем, қазір мындайға сыймайды, не жеу керек бәріне. Сіздерге просто сабақ болсын деп айтып атқан жөнім бар, достар. Мен бұрын соң бұндайды көп білген жоқпын. Әкем қайтыс болғаннан кейін зерттедім. Мен білгенде мен әкем бұндайға апармас едім деп кейбір кезде ойланам да. Солай, достар. Аман болыңыздар. Егер де простатит ұстап атсаңдар, Құдай сақтасын, бір жерде туалетке дәл қайтаға тұрып атсаңдар, сабақ болсын. Тәтті тамақты, организмді еш тамақты өзгертіңдер. Ем іздемеңдер, тамақты өзгертіңдер. Бәрін, жаңа мен айтқандай, содан кейін бар ем іздеңдер. Сол кезде жақсы боласыңдар. Абылай тамағыңды өзгертпей, жаман тамақтар жеп, дәрі ішіп, анау вообще құрисыңдар, емделмейсіңдер, менсіңдер айтайын. Аман болыңыздар. Осымен өздеріңізге аяқтайын, себебі видеоға сыймайды. Айтатын зат көп. Осымен бұндай денсаулық көп есіме түсіргім келмейді, себебі әкем есіме түсіп кетеді. Сонда да айттым енді. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, доктордың алдына бармай ақ қойыңыздар. Өздеріңізді тамақтарыңызды дұрыстаңыздар. Жылына бір рет 3-4 ай ұстаңдаршы. Жақсы дұрыс тамақ ішіп, аш болсаңдар жемеңдерші мына боқты. Артынан жеймендеп жейсіңдер, іш тазартып болғаннан кейін. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар.